Ажырасқан Нурка мен ержігіт қайта қосылған ба? Жақында ажырасқан Нурка әлеуметтік желі арқылы өзге жігіттен тоқтаусыз келген гүлдерін көрсетті. Көптеген желі қолданушылары бұл гүлдердің Хуршеттен келгенін жазды. Ал Хуршет бұл гүлдерді мен Нуркаға жіберген жоқпын деп жауап берді. Және Нурканы қатты қызғанды. Нурка гүлдерді желі арқылы өз парақшасына тағы жүктеді. Желі қолданушылары бұл гүлдерді ержігіт жібергенін жазды. Нурка үндемейді. Бұл гүлдердің иесі бұрынғы жұбы ержігіт Ханзада Мырзадан болуы мүмкін. Әзірге Нұржамал бұған жауап беруден бас тартып отыр. Тағы бір қолданушы бұл гүлдердің иесі Нурканың жаңа жігіті болуы мүмкін дейді. Себебі ажырасқан келіншек гүлдерді қорықпай парақшасына қоюды жалғастыруда. Онда жаңа жігіт бар деп жазылған пікірде. Ақпарат үшін Нурка Ақботаның бұрынғы досы. Олар өте жақын достар болды. Ақбота Нурканың көп сырларын білетін. Ержігіт Ханзада мен Нурканы ажырастырған Ақбота болатын. Ақбота ержігіт және Нурка арасындағы оқиға қосылайық жобасында да ашылмаған құпия болып қала берді. Ақбота сол оқиғадан кейін жобадан кетті. Бұл әрине тарих. Жақында Хуршет пен Нұржамал ажырасып кетті. Хуршет көліктен Нурканың қымбат гауһар тас сақинасын лақтырып жіберген. Мәліметтерге қарағанда, Хуршет пен Нурка түнде қатты төбелесіп, Нурка ұлымен бірге үйден қуылған. Қатты жылаған Нурка шарасыз күйде түнде барар үй іздеді. Ал ол жақын құрбысының үйіне барып, сәбиімен түнепті. Ертеңінде Инстаграм парақшаларында тоқтаусыз жазбалар мен стористер жариялап, бүкіл елдің көзінше Хуршет пен Нурка бір-бірін жамандады. Қосылайық жобасының 3 маусымының тәтті жұптары атанған Хуршет пен Нурка балалы болмай тұрып ажырасып, қайта қосылған болатын. Бірақ көптеген адамдар олардың ажырасып қайта қосылғанын хайып жасады деп отыр.